Сәлем достар, сіздермен жұмбақ әлем. Қазіргі таңда естіп жүрген кейбір орысша сөздердің түркі тілінен шыққанын білдіңіз бе? Лингвист ғалымдардың пайымдауынша қазіргі орыс сөздігінің 5% түркі тілінен шыққан. Орыс тіліндегі түркі сөздер тарихы 3 кезеңге бөлінеді. Алтын ордаға дейін, алтын орда кезінде және одан кейін. Біз түркі лексиконынан алынған ең қарапайым орыс сөздерін талдайтын боламыз. Орыс тіліндегі баклажан сөзі. Бұл түрік тіліндегі патлыджан. Боярин, түркі бай сөзінен шыққан. Бай, ар, яғни бай адам. Деньги, түркі теңгесінен немесе хазар таңбасынан шыққан мөр сөзі. Изян, парсы тілінің зиян сөзінен шыққан. Карандаш, түркі тілінен шыққан карадаш сөзі, яғни қара және тас. Карапуз, түркі карпуз сөзі, яғни мағынасы қарбыз тәрізді дөңгелек. Әдетте бұл сөзді кішкентай балаларға қатысты айтады. Ачак, түркі сөзі ошақ, тамақ дайындауға арналған орын. Қазақша баламасы да дәл осылай аударылады. Чемодан сөзі, парсы тілінен шыққан жамадан, киім сақтайтын орын. Жама киім және дан сақтау орны. Бугай, бұл әдетте алып денелі жігіттерге қатысты айтылады. Бірақ бұлай түркі халықтарының асыл тұқымды бұқаларын айтқан. Келесі бізде таможня сөзі. Бұл сөзді алтын орда кезіндегі сауда орталықтарына әкелінетін тауарларға салынған салықпен байланыстырады. Яғни түркінің тамға сөзі мөр немесе белгі деген мағынаны білдіреді. Ал кейіннен тамжи тиітістігі арқылы мөр белгі қою таможняға айналды. Штаны сөзі түркі тілдерінде иштон немесе ичтон деп кездеседі. Алғашында бұл киімді іштен киілетін киім мағынасында подштанник кальсондарды айтқан. Ич яғни ішкі, ал тон киім дегенді білдіреді. Негізінде біз білмейтін түркі тілінен шыққан орысша сөздер өте көп. Егер мұнда деректер қызық болып жатса, екінші бөлімін шығару жайлы комментарий қалдырып кетулеріңізге болады. Бүгінге айтарым осы. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.